Қайырлы күн. Сіздермен бірге Нұрай және Тұмары. Біздің тақырып адамның мінез-құлық биологиясына кіріспе деп аталады. Бізде бүгін екінші лекцияны талқылау. Біз өткен видеода айтқанбыз, Стэнфордтың 14 жыл бұрын жазылған ютубтағы лекциясын тауып алдық. Профессор Роберт Сапольский деген кісі. Бірінші лекцияны талқыладық, бүгін екінші лекцияны талқылаймыз. Талқылаймыз ба, тыңдаймыз ба, үйренеміз ба? Достар, өкінішке орай мен бұл лекцияны көріп үлгермедім, сол үшін бүгін Тұмардың звездный часы болады. Бүгін Тұмардың. Жақсы. Онда бірден баста кетейік па? Давайте. Мысалы, жирафтың мойны ұзын, иә? Адамдар сосын қызығады ғой. Жирафтың мойны ұзын болу үшін оның жүрегі қаншалықты үлкен болу керек екен. Сосын есептеп қарайды. Жүректің қабырғасы қаншалықты қалың болу керек, үлкендігі қаншалықты қалың болу керек. Сол мойнына қанды апару үшін, иә? Сосын есептеп болжайды да. Шынымен де жирафтың сосын жүрегін ашып қараса, сондай болып шығады. Адамдар таңғалады, жүрегі қандай керемет, табиғат сондай күшті ғой. Негізі жүрегі сондай болғандықтан жираф пайда болды дейді. Түсіндіре алдым ба? Жираф сондай болып, жүрегі осындай болды емес, жүрек осындай болғандықтан бізде жираф бар. Жүрек осындай болмаса, жираф жоқ. Және тура осы сияқты мысал, шөл далада өмір сүретін шөл тышқандары. Олар қанша айлап су ішпей жүре береді екен. Сонда олардың қуықтарының трубасы қаншалықты ұзын болу керек дейді. Есептеп адамдар шығады да, шынымен қараса соншалықты ұзын екен. О, табиғат қандай керемет деп айту мүмкін, бірақ та оның қуығының формасы осылай болмаса, бізде шөл тышқандар болмайды еді дейді. Мына жерде, конечно, бәрібір де жаратылыс да қосып айтып кетуге болады, тек қана сол осылай болғандықтан осылай болды емес та. Алланың құдіреті. Да? Сіз қалай айтасыз? Андай бір логикалық сұрақ болатын еді ғой, бірінші тауық пайда болды ма, жұмыртқа пайда болды ма деген сияқты. Тура сол нәрсені осы лекцияда бірнеше рет айтады. Қазір оған да қайтып келеміз. Бірақ та айта кетейін. Жұмыртқа өзінің генін сақтау үшін тауық болады. Тауық жұмыртқаны жасайды. Түсініп тұрсыз ба? Қазір айтамын. Не ғой, бұл жай ғана тұқым жалғастыру емес. Ішесіз ба, қайын ба? Иә, рахмет. Рахмет. Отырайық осылай, tea party бізде. Tea talk ба? Ол организм өзінің генін келесі ұрпаққа қаншалықты копиясын қуаландыра алады. Тұқым қуалау. Мысалы, қаншалықты өзінің генін келесі ұрпаққа бере алатынына байланысты. Жай ғана тұқымымды қалдырып кетем емес та. Көбеюге байланысты емес, бұл қаншалықты өзінің генін келесі ұрпаққа беруге байланысты. Сол жұмыртқа деген айтпағым. Ол өзінің генін қалдыру үшін тауық болады да, тауық жұмыртқаны жасайды. Келесі қызық та. Осы тұста бір ақпарат айтып кетейін. Біз осында жақында биохимия сабағында өткен болатынбыз. Мысалы, бір
тест тексерген кезде астарлы ақиқат деген кезде мысалы сол қыздың әкесі мына кісі ма мына кісі ма деп тексерген кезде тесттің 99,9% болса ол әкесі болып шығады екен. Ал ондай сұрақ болады, неге 99,9, неге 100 емес, неге 99,8 емес? Иә. Егер 99,8 болса, ол әкесіне жатпайды екен. Ал егер 100 болса, ол клон екен. Клон болады ғой, көшірме, копия, сол болады. Сол үшін ата-ана балаға тек қана 99,9% генін бере алады екен. Айтады ғой, соматикалық клеткалар болады. Және қандай соматикалық ұрпақ тарататын жасушалар болады ғой. Қоятын ұмыттым. Сонда адамдардың хромосоманың түрі XY ба? Жоқ, жасушаның түрі соматикалық жасуша болады, және жыныс жасушалары болады. Міне жыныс жасушалары. Адамдар бір-біріне 90% ұқсайды, ма? Жарайды, 99% бір-біріне ұқсайды, тек 1% ғана біздің түр әлпетімізді жасап тұрады. Біз ұқсаспыз негізі. Қолымыз бар, аяғымыз бар, көзіміз бар. Ішкі организмімізде негізінен бірдей функция атқарады. Тек түріміз ғана өзгеше. Ол сол 1% ғана да. Болды. Негізінен біз ұқсас адамдармыз. Бауыр екенбіз ғой. Мына жерде тура соны айтады, мысалы. Бір адам дейік, ол өзінің генін тарату үшін, мысалы, мен сіңілім, сиблингдар, менің бауырларым, туған бауырларым, екеуміздің геніміз 50%-ға дейін ұқсайды. Егер менің жартылай бауырларым болса, олар мен 25% ұқсайды. Ал егерде мен және менің бөлелерім болса, 12,5% ұқсайды. Бұл кәдімгі математика дейді. Мына жерде бізде Халдан деген кісінің қалжыңы бар екен. Мен өзімнің өмірімді 2 бауырыма немесе 8 бөліме беретін едім дейді. Яғни математика болып тұр ғой. 50-50 2 бауыры. Иә. 8 12,5 100 болады да сонда. Бұл бізде kin selection дейді. Helping relatives pass on shared genes. Өзіңнің туыстарыңа көмектесесің да, генді тарату үшін. Мына жерде. Ойлап қалдым, сосын мен тағы да әмеңгерлік жайында. Қазақта бар ғой, күйеуі қайтыс болып кетсе, оның аға бауырларына әйел жетім қалмасын, бала шағасы жетім қалмасын деп қайта үйлендіретін. Сонда гендер бәрібір де ұқсас болып тұр деп қарайтын шығар. Иә. Бірақ стрём емес па? Тура сол кездегі заманда осындай болу керек деп ойлаймын да. Болу керек болды, сол кез заманның талабы да. Мысалы, ұлт жайында салт дәстүрді жай ғана айтып кеткім келеді да, өйткені ол кезде адамдар кәдімгі ауыл болып тұратын. Қыз өзінің ауылынан кетіп басқа ауылға кетеді, ол ауыл қаншама алыс жерде болуы мүмкін. Бала шағасы бар болса, мысалы, ол соның руында ғой, сол жерге сіңісу керек, сол ұлт болып ана бала өзін идентификация жасайды, ру деп, сол елмін деп. Егер де өзінің үйіне қайтып келетін болса, мысалы, бала шағасын кім асырайды, әркімнің өзінің өмірі бар, жарайды ата-анасы көмектессе де, бірақ та сол заманда мысалы оны қабылдамаған ғой, ол нәрсені қалай көмектесеміз біз саған деген сияқты. Асырау керек бала шағаны. Ана жерде балалар да бір жағынан психологиялық тұрғыдан да қиын болуы мүмкін да, өзінің еліне қайтып келіп, өзін қалай идентификация жасайды. Мен қай елмін сонда? Осы елмін ба, ана елмін ба? Салт дәстүрлерде олардікі ұқсамайды. Сол жағынан қараған шығар. Бірақ та мен естігем, бір рет қазақ тілі мұғалімім айтқан, бұл жерде тек жетім қалдырмау емес, ұрпақ жалғастыру мақсатында да жай ғана сондай салт дәстүрлер болған дейді.
сол кезде керек болған шығар, бірақ қазіргі заманда қандай екені әркім өзі шешеді ғой. Сосын айтады, Дарвин туралы, осы туралы да айта кетейік. Дарвин ол эволюцияны ашқан ғалым емес. Да? Емес дейді. Емес дегенге атыққан. Эволюция барын бұрыннан бері білген адамдар. Дарвин тек сол эволюция белгілі бір түрдің қалай қалыптасатынын, қалай өзін өзгертетінін анықтаған дейді. Бізде Галапагос аралының құстары бар ғой. Біреуінің тұмсығы үлкен болған, өйткені өзінің тамақ жеу рационына байланысты қатты жаңғақтарды жеп тұмсығы үлкейіп кеткен. Тағы бір тура сол түрі бар, құстың түрі. Оның тұмсығы жіңішкерген. Ол жәндік терді жеген. Оған қатты үлкен тұмсықтың қажеті жоқ. Яғни эволюцияның әсерінен осы құстардың гені адаптация жасағанда келесі ұрпаққа берілген. Яғни геннің де келесі ұрпаққа берілетін белгілері уақыт өте келе адаптацияға ұшырайды. Ең жақсылары әрине қалады, нашарлары қалып отырады. Тура осы жерде біз мінез құлықты да айта кетсек болады. Адамға әке шешесінен мінез құлық кейбір нәрселері беріледі. Адамға жақсы әсер ететіндері қалады, дамуы мүмкін. Ал нашарлары қалып отырады. Табиғаттың заңдылығы ғой сол, нашарлары қалып отырады деген. Ген өзгереді. Мына жерде бар ғой, геніңді өзгертуге болмайды деген сияқты нәрселер бар ғой. Яғни геннің ылғи өзгеріп тұратынның белгісі да. Мысалы айта кетсек, мысалы жұп бар, әйелі, күйеуі және баласы бар. Екеуі де әке шешесі де жабық адамдарда. Жабық болған, ол өздеріне мысалы кейде жақсы болатын шығар, кейде жаман болатын шығар, адамдармен араласа алмай қалатын шығар. Бірақ баласы да жабық бола бергені, өзіне нашар екенін біліп, уақыт өте келе, біз сияқты университетке шыққанда мысалы түсініп, өзін өзгертіп, ашық бола бастауы мүмкін. Ашық болып, генді өзгертуге болады. Генім сондай, мен сондаймын деп жүре бермеңіздер, барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда. Сосын жаңағы шаперондар біздің ағзамыздағы полицейскийлар деп бастап едім. Біздің ағзамызда сондай бір керемет функция бар екен. Мысалы, біздің өткенде айтып отқандай геніміз түзіліп келе жатады да. И ол енді тоқтаусыз жұмыс істегендіктен ол жақта какой-то ошибка болады. Все-таки болады. И мысалы ақуыз дұрыс түзілмей қалады, ақуыз дұрыс жиналмай қалады, ұзыннан кетіп қалады деген сияқты. Сол ақуызды 3 функциясы атқарады екен. Керек емес, дұрыс емес жиналған ақуызды жойып жіберетін, ұзын ақуызды жинап жіберетін, өзінің коробкасына салып, и сол ақуыздың қалпына келтіретін функциясы бар екен шаперондардың. Яғни сол түзіліп отырған ақуызды іріктеп отырады екен, чтобы енді бізде лучше керек қой организмімізге. Ал сол ең нашарлары түсіп қалып отырады, жойылып кетіп отырады. Сол шаперондар деген сонда бір ой түюге болады. Біз не только біз дамимыз, біздің организмімізде толықтай дамып отырады екен бізбен бірге. Вау деп қаласың. Сосын шаперондарға қарап, білмеймін мен қандай ғалым атеист бола алады деген сияқты ой келеді. Мына жерге дінді салсақ, тағы да ұзақ әңгіме болып кетеді. Бірақ та дін мен ғылым екеуі қатарынан жүру керек қой. Дінді түсіну үшін ғылымды білу керексің, ғылымды білу үшін дінді түсіну керексің. Екеуі бірге жүру керек деп ойлаймын өзім. Сосын National Geographic деген канал бар ғой, жануарлар туралы айтатын, табиғат туралы.
біраз уақытқа дейін бір түсінік болыпты. Жануарлар басқа өзінің түрі үшін өзін құрбан ете алады деген. Мысалы, дейді, саваннада зебралар жүр, 2 миллион тобыр. Әр сезон сайын бір жақсы жасыл жайылымнан келесі бір жақсырақ жайылымға ауысып тұрады. Келет, жолда көл бар дейді. Көлден өту керек. Ана жерде крокодилдар бар дейді. Сосын мына жерден зебраның ішінен ең ұзақ өмір сүрген кәрі біреуі топты жарып шығып, мені жеңдер деп крокодилға өзін құрбан етіп, крокодилдар сонымен назар ауып тұрған кезде басқа зебралар көлден өтіп кетеді дейді. Деп осы түсінік бойынша адамдар ұзақ уақыт жүрді дейді. Бірақ ана видеоны жақсылап бүйтіп қарасаң, ол зебра өзі мен шығам деп батыр болып шыққан жоқ, оны артынан итерген дейді. Басқалары, яғни итереді, сен кәрісің, сен бар деп. Ол өзін құрбан етпеген, оның таңдауы жоқ болды. Сөйтіп жемтік болған дейді. Яғни түсіндіре алдың ба? Яғни тағы да бұл жерде генге байланысты да өздерінің түрін, генін келесі ұрпаққа беру үшін осындай істерге барады екен. Яғни жануарлар өзінің генін келесі ұрпаққа беру үшін осындай әрекетке барады. Және де әрбір түрдің өзінің сексуалды таңдаулары да болады. Мысалы, балықтарда бір ұрғашы балық, түсі әдемі, сондай жылтыр, балыққа қызықты. Ұрпақ солай жалғасты. Ана балық та әдемі болды, иә. Бірақ балықтың бұндай қанық түсті болуы өзін жемтік санатына тез жемтік болуына ықтималдылығы жоғары. Басқа балықтар жылтыр балықты, әдемі балықты көреді, жеп қояды, ананы болды. Яғни ана балықтың сексуалды таңдауы сыр келбетіне қарай, өзінің қалауларымен. Бәрібір де кей жағдайларда өзіне жақсы әсер етпейді. Қызық екен. Бағана айттық, туыстар туралы, kin selection. 50%, 25% деген адамда жануарлар тура осы туысқандық байланысты қатты қарайды, қатты маңыз береді. Бір зерттеу жүргізген екен ерлі-зайыпты кісілер, маймылдардың дауысын диктофонға жазып алыпты. Бір күні сол диктофонды алып бір бұтаның арасына қойған ғой. Бала маймылдың жылағанын, дауысын шығарған. Бүткіл маймылдар бірден де ана баланың мамасына қарағанда, сенің балаң жылап жатыр деген сияқты. Яғни бәрі бір-бірінің дауысын біледі, ол нәрсені бақылап қарайды. Және кейде бір-біріне өзара жағымды альтруистік жағдайларда кездеседі. Олар туыс болмай қойсын жануарлар, бірақ та сен маған көмектестің, мен саған көмектестім, бірге жемтік аулаймыз, бірге тамақтанамыз десе, онда оларда туыс сияқты байланысты бере алады екен. Енді осы тараптан не түсінуге болады, қалай ойлайсыз? Өзара қарым-қатынас жақсы болу керек деген. Сен жақсы болсаң, мен де жақсы боламын деген Принцип қой,
мен де сізге көмектесемін, сіз де маған көмектесесіз деген. Мен философиялық жағынан қарап кете беремін да. Өмір деген қиын, күрделі. Бұрында ойлайтынмын, жануар болсаң оңай ғой өмір сүру, барасың да жеп жүре бересің деген. Жоқ, олай емес екен. Олардың да өмірі қиын да. Кей кездері өзінің жемтігін ұстай алады, мысалы арыстандар кей кездері аш жүру керек. Аш жүрмес үшін міне олар осылай байланыс орнатып бір-бірімен болса да болмаса да күндерін көреді екен. Сіз қалай ойлайсыз? Менің де ойым ұқсас. Мен бұрын бір ақпарат естігенмін. Таңертең джунглияда немесе біреу өліп біреу тояды, немесе біреу өмір сүріп екіншісі аш қалады деген. Енді осы екеуінің қайсысы болатыны, екеуінің қайсы ерте тұратынына байланысты. Анау ерте тұрып қашып үлгеріп өмір сүреді ме тағы бір күн, әлде анау ерте тұрып өзінің қарнын бүгін тойдырады ма деген. Сол кезде табиғат өзі солай құрастырылған, иә? Өзінің адам араласа алмайтындай функциясы бар табиғат. Адамды вообще қажет етпейтін де функциясы. Яғни ол анау тойса да бір хайыр, мынау өмір сүрсе де бір хайыр болып тұр ғой сонда. Менің ойымша. Иә, табиғатқа араласуға болмайды деген өздерінің қағидалары бар екен. Фотографтар, мысалы видеографтар, соның бәрін түсіреді ғой. Қарап тұрасың, қиналып кетіп бара жатыр анау. Ана бір жануар. Көмектесе салғың келеді, тамақ бере салғың келеді. Болмайды дейді. Болмайды екен, жоламаңдар оған. Және де тура осы кезде біз айтып тұрмыз ғой, бір-біріне екеуіне де ортақ пайда болу керек, иә? Кейде ондай емес қой. Сатқындық деген нәрсе бар. Мен ала беремін, менің қарным тояды, мен саған көмектеспеймін, өзің бірдеңеңді істе дейді. Тура адамдарда да, тура жануарларда да осы сатқындықты сезіп қоятын қабілеті бар екен. Тұтқындардың дилеммасы деген бір ұғымды айтты. Мысалы, екі тұтқын түрмеде екеуміз де қашамыз деп пландайды. Ұсталып қалады. Сосын екеуінде жеке-жеке тергейді. Мына біреуі айтпауы мүмкін, ештеңені до конца берілмейді. Мынау да берілмейді. Мынау беріліп қою мүмкін, мынау берілмейді. Сатқындық кетті. Мынау берілмейді, мынау беріліп қою мүмкін. Екеуі де бір-бірін сатып кетуі мүмкін. Соңында, иә? Яғни 4 түрлі кейс болуы мүмкін. Мына жердегі енді саған ең жақсысы қайсысы, иә? Ең жақсысы, сен оны сатып жібересің, ол сені сатпаса дейді. Яғни сен пайдан алдың, саған жақсы, сен пайда көрген адам боласың. Екінші жағдай, сен де сатпайсың оны, ол да сені сатпайды. Үшінші жағдайы, екеуің де бір-біріңді сатып жібересіңдер. Ал төртінші жағдай, сен оны сатпайсың, ол сені сатып кетеді. Яғни мына жердегі жеңіліс тапқан сен боласың. Осы теорияны қолдана отырып, үлкен бір зерттеу жұмысын жасаған екен. Анау зерттеуші бүткіл өзінің таныстарының бәрі ғалымдар, ананың мына жерінде жұмыс істейтін, ананың бірдеңесі, КБР-дің бірдеңесі деген кісілер болған екен. Ойнап, осы ойынды, иә, тауып шығыпты. Мысалы, мен сені сатпаймын, сен мені сатпайсың. Жарайды. Келесі ойында. Бағана сен мені сатпадың, мен де сені сатпаймын. Жарайды, жалғастыра берейік. Сен мені сатпадың, мен де сені сатпаймын. Енді қара, ана адам саған сатқындық жасады, сені тастап кетті. Осы ойын бітеді. Келесі ойында сен айтасың, сен мен бағана сатқындық жасап кеткенсің, мен де саған сенімен дос болмаймын деп, сен де сатқындық жасайсың, ол да саған сатқындық жасайды. Сөйтіп жалғаса береді. Сосын ана адам жарайды, дос болайық деп қайтадан саған сатқындық жасамайды. Сен
осы жолында сатқындық жасасаң, жарайды, бітті ғой бәрібір де. Келесінде кешіріммен қарап, мына жерге дос болайық онда деп, қайтадан достасып, бір-біріңе сатқындық жасамайды екенсіздер. Яғни, мына жерде тауып шыққаны tit for tat дейді да. Сен маған осылай істедің ба, мен де саған солай істеймін. Қайтарып беріп отыру да. Ә десе мә дейтін деген сияқты ғой. Бірақ та бұның бір кемшілігі бар. Мысалы, осы сигналдарды беретін кезде сигнал беретін аппарат бұзылып қалуы мүмкін. Ана адам айтады, жарайды, дос бола берейік десе, сигналдан қате кетеді да, дос болмайын деген саған сигнал келеді. Сен жынданасың да, сатқындық жасайсың оған. Ана адам түсінбейді. Мен дос болайық десем, неге сатқындық жасады дейді, келесі жолы ол саған сатқындық жасайды, сен оған сатқындық жасайсың. Мына жерден жап-жақсы қарым-қатынаста, мысалы, жау, бір-біріңе жау тауып алыңдар. Бұндай нәрсе шын өмірде болған екен, мысалы. Америка құрама штаттары мен Ресейдің арасындағы бір келіспеушілікті айтты. Негізі жарайды, бәрі нормально деген сигнал жіберсе, біреуі оны басқаша қабылдағанда, қару-жарақты атып, соғыс бастайық деген сияқты қабылдап, сондай басталып кеткен екен. Бір рет. Осындай кезде абай болу керек дейді. Осы бір қате сигнал кеткеннің кесірінен соғыс басталып кетуі мүмкін. Осы қалай ойлайсыз? Біздің енді адам болғаннан кейін түрлі функция болады ішімізде. И оның ішінде қиянат, жақсы жаманы болады. Бірақ жақсы жаман деп бөлуге болмайды, өйткені біз одан тұрамыз ғой деген сияқты. Бірақ оның ішінде бір қиянат деген болады. Ол қиянат адам сөйтіп андай маған ұнамайды сол қиянатты былай жалжып беретінше, андай нәпсім итерді, шайтандар құлағыма сыбырлады деген жек көремін сондай. Как будто өзінің кінәсін сондай басқара алмайтын сияқты ма? Иә. Бірақ осындай функция, біреуді сату, қиянат жасау, алдап кету, ол қайдан пайда болады деп ойлайсыз? Өте жақсы сұрақты. Адам тура сол моменттегі өзінің пайдасын ойлайтын шығар. Дәл қазіргі сәтте, мысалы, мен сізден бірдеңені алып қоямын да, мына ручка керемет екен, менікі болсын, үштеп алып аламын. Дәл қазір менде ручка жоқ қой, ұрла кеттім. Ұрлық қой бұл. Бұл қиянат сізге жасалған. Ал егерде мен кеңірек ойласам, қиянат болмайтын шығар. Адамдар өзінің болашағында ойлау керек шығар. Ұрлық жасадым, енді мен жаманатқа қалам, екеуміздің ара қатынасымыз бұзылады. Жарайды, қазір менде ручка жоқ, бірақ ертең болатын шығар деп қарауға болатын шығар. Сол себепті адамдар дәл қазіргісін ғана ойлайды да, болашағына онша мән бермеуі мүмкін. Біз сен солай ойлайсың деп те оларға кінә арта алмаймыз ғой. Ол дәл қазіргісін ойлайды. Тағы да балалық шақтан келе жатқан бір әдеттері шығар, көргені, білетіні сол шығар. Бір Қарғын деген кітапта жазылған әдемі цитата бар. Біз қиянат жасау және қиямат жасамау деген екі жолды бөліп қарастырамыз дейді. Бірақ қиянат жасамаудың жолы өте жіңішке дейді. Өйткені ода бір-ақ вариант бар, қиянат жасамау дейді ғой. Ал қиянат жасауда сен оны түрлі варианттар қарастыра аласың. Ол адамға қалай зиян келтірудің дейді ғой. Шынында да, мысалы, адам бізде дұрыс пікірді, біреуге жақсы ойлауды ұстану қиындау келеді, чем біреуді алдап кету, сатып кетуге қарағанда. Мысалы, кидать етіп кету деген сияқты. Маған, мысалы, ана адаммен барып сөйлесіп, осы обидаларымызды обсуждать еткеннен, мен просто оны жек көріп жүре бергенім маған жақсы болып көрінуі мүмкін. Өйткені ол оңай. Сен оған барып энергияңды бермейсің, ол адаммен тағы талқыламайсың, уақытын кетірмейсің, өзіңмен өзің жүре бересің деген сияқты. Осы тараптан да шынымен біз
оңай өмірді таңдап өмір сүруді емес, дұрыс өмір сүруді таңдауымыз керек сияқты деген ой келеді. бір көре салайын, иә. Иә, түсіп тұрды. Integrity дейді ғой. Integrity. Live with integrity. Өзінің абыроймен өмір сүру керек та. Абыроймен. Адаммен қарым-қатынас жасау қиын. Қиын адам деген негізі. Қаншама миында өзінің бірдеңелерін ойлап алып жүреді. Сен бүйтіп қойғанда бүйтіп қойдың, бүйтіп қойғанда бүйтіп қойдың. Сен жұмсақ болу керек деп ойлаймын да, адамдармен. Адам көңілі ғой. Көңілі қалады. Бір атым насыбайдан көңіл қапты дейді ма, сондай бірдеңе ғой. Ойламай қалдың көңілін. Бүйтіп қасынан өтіп кете салдың танитын адамнан. Өзінше болып амандаспай өтіп кетті, көрмей қалған шығарсың мысалы, иә. Сондай бір біткен нәрселерден кетіп отырады да. Тағы да адамның өзінің шешімі ғой. Мысалы, маған қиын бір реніш болса, сол нәрсені қайтадан айтып алмайынша, менің ішімде тұрады сол нәрсе. Жібере алмаймын мен ол нәрсені. Егер сөйлесіп, бүйтіп шет жағасы ашылса да, біраз жеңілірек болады деп ойлаймын. Кейде болады, адамдар өзін ол проблемаға жоламасам, ашылмаса, сол күйі қалса, жоқ, көрмедім деген сияқты ұстанатын. Сондай ұстанады өздері. Қиын ол жағдайда. Адам жалпы өмір сүру үшін. Адам не ғой? Қоғамдық жануар. Қоғамның арқасында ғана адам өмір сүре алады. Өзің жалғыз өмір сүре алмайсың. Сол нәрседе бар екен мысалы. Кейбір жануарлар жалғыз өзі өмір сүре алатын болса, адамдардың қолынан ол нәрсе келмейді. Сондықтан сөйлесуді, кеше біз мысалы соны үйрендік. Сол тақырып болды, сол кодта, коммуникация құру жайында. Сол кодта ма? Иә. Күшті. Коммуникация құра білу керек, сөйлесе білу керек. Бұны тағы да түсіну үшін адамдарды психологияны бәрі бірде білу керексің ше. Өзінің эмоциональды интеллектің болу керек. Неге ол үйтті? Қарап отырасың да, негізі әрбір адам өзінше бір психолог. Өзінің бірдеңелерін айтып, ол сөйтті, ол бүйтті, неге ол үйтті деген сияқты. Біздің талқылап отырғанымыз да сол ғой, адамның мінез-құлық биологиясы дейді. Неге біз олай ойлаймыз, иә? Әрбір-біріне байланысты. Ойлағанда саналы түрде ойлаймыз ғой оны. Кәдімгідей, мысалы, миымызда анализ жасап тастаймыз, болашақпен өткенді байланыстырып, қазіргіні ойластырып, барлығын за секунду ойлап үлгереміз мысалы. Бірақ осы коммуникацияның ең күшті жері бұл энергия. Мысалы, мен сізбен қазір жолай келатқанда осы жерге шаршап, андай өзімді жайсыз сезініп, солай келуі мүмкін. Бірақ сізбен сөйлескеннен кейін мен энергия алмасам, сіздің энергияңыз маған қонады, менің энергиям сізге қонады. Сөйтем да мен қазір күшті болып шығуым мүмкін. Солай. Ана «Изгой» деген фильм бар ғой. Көріп пе едіңіз? Доппен сөйлеседі. Есімде жоқ. Айта беріңіз. Сол бір кісі самолеттен құлап, жалғыз өзі тірі қалады самолет бойынша. Бір аралға түседі. Сол аралда 4 жыл шамасында ма өмір сүреді. Нақты жылын ұмытып қалдым. Содан кейін қоғамға келген кезде ол өзін өте ыңғайсыз сезінеді қоғамның ішінде. Ол 4 жыл бойы үйреніп қалған. До того психически ол андай расстройствосының кесірінен ол даже доппен сөйлесіп кеткен ғой. Доп қойып алып. Сол допты жоғалтып алған кезде өкіріп, депрессия, стресске түсіп жылайды ғой. Сол сәтте адамға керек деген итогқа келесіз. Шынында да біз бір-бірімізге керекпіз. Бірақ осы жерде керек болған кезде сен қалай барсың, солай керексің деген понятие дұрыс емес сияқты. Мысалы, сен ол адамға көмектесуді шешсең, оған шынайы болуды да уәде беру керек сияқты. Мысалы, бір адам маған көмек сұрап келеді, Нұрай, мен ішімде осындай обидалар бар, не істесем болады. И мен одан бірінші сұрап алғым келеді. Саған осындай менің кеңесім ұнайды ма, әлде просто саған тыңдаған керек па, құлақ керек па саған деген сияқты.
осы кезде ол адам өзіне айтады, мысалы просто кеңес айтшы, мен не істерімді білмей тұрмын деген кезде тыңдап аласың, анализ жасайсың. Менің ойымша бұл қате болуы да мүмкін деген сияқты мен жеткіземін солай. Өйткені менің ойым жұбы дұрыс деген понятие жоқ қой, мінсіз ой деген жоқ. Менің ойымша былай сияқты, өйткені мен со стороны қарап тұрмын ол ситуацияға, сен сол ситуацияда болып тұрсың деген сияқты айтамын. Солай шынайы болу керек сияқты емес, шынайы болу керек адамдармен. Ол өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді ғой. Өтірікпен құрылған кез келген достық болсын, қарым-қатынас болсын, ары бармайды. Өзінің болашағы жоқ деп ойлаймын. Егер шынайы болсаңыз, сіздің жаныңызда сондай адамдар жиналады. Өте жақсы айттыңыз мына жерде. Бағанағы адам туралы жаман ойлау деген нәрсе туралы айта кетсем. Жаман ойлау оңай ғой. Иә. Жаман ойлау оңай. Бүйтіп тұрсың ба сен сонда деген сияқты ойлар тез кетіп қалуы мүмкін. Жалпы маған сезіледі да, адам өзі бір сондай қараңғы, бүткіл әлем негізі сондай қарада, лас, кір. Адамның өзінің ниеті, өзінің іс-әрекеті ғана ақ болып, жан-жағына нұр шашып тұру мүмкін. Сол арқылы мына өмір біраз тазаланады да. Ешқашан тазармайды ол. Тура сол моментте ғана таза болып тұрады ол. Ішкі жағдай да сондай да. Сен өзіңмен өзің күнде тұрам мен, осылай жасаймын, осылай істеймін деп жоспар құрып, жоспар құру да еңбек қой. Ойламасаң, жата бересің ғой, сенде ешқандай мақсат та болмайды, ештеңе де болмайды. Күш та сонда оның бәрі. Адам туралы жаман ойламау да күшпен келеді. Тоқта келсем. Үзір табуға тырыс дейді да, мысалы. Бір адам кешіп келіп қалды. Кешікті. Жоқ, мен сізді айтып тұрған жоқпын. Жолда бірдеңе болған шығар. Таңертең кеш тұрған шығар. Кеше бірдеңесі болған шығар деп, оны ақтап алуға тырыс дейді. Ақтап алуға тырыссаң, өзіңнің нервің тынышырақ болады. Көп нәрсе мына өмірде тура сен туралы емес та. Саған сондай болғандықтан, ол саған сондай болды емес та. Ол өзімен өзі сөйтіп кетіп бара жатқан ситуация. Саған байланысты болып қалуы мүмкін ол нәрсе. Сен оны, мен сөйтіп қалдым, мен бүйтіп қалдым емес. Жаңағы, сондай болыпты, сосын болды. Қалай бар, солай қабылдау ситуация. Драматизировать это, ойбай. Тоқтай келсем. Енді осы тарапта мен сізге бір сұрақ қояйын. Бақыт деген сіз үшін не? Мен үшін бақыт деген кішкене моменттер деп айтатын едім. Осы шайды ішіп отырғаным, сізбен сөйлесіп отырғаным. Әдемі да, қазір бүйтіп қарап отырмын, мына жақтан күн шалысы маған түсіп тұр. Әйнектен. Көзімді ауыртып тұр біраз. Бірақ әдемі да. Осылай отырған, осылай жүргеніміз. Мен үшін бақыт, кішкене нәрседен бақыт іздеп көре білген. Мысалы, мен бәрібір де айту мүмкін. 2 этаж коттеджім болса, әйтсем, бүйтсем, бірақ тура сол моментте ондай нәрсе. Бақыт деген сезімді сезбеуім де мүмкін, сезінбеуім де. Ішкі тұрақтылық мен үшін бақыт екен бұл. Ішкі жайлылық, ішкі тыныштық. Ой, рахмет. Бір маған шай құйып берсе, өзімді енді сезініп кете бар. Үшінші. Иә, ішкі тыныштық мен үшін. Мысалы, менде көлік болуы мүмкін, пәленбай үй болуы мүмкін, бірақ менің ішкі тыныштығым болмаса, мен оларды сезінбеуім де мүмкін деген сияқты. Осы тарапта мен өткен жылы далада, өткен жылы емес, осы жылы күзде
біздің өнердің қасындағы саябақта далаға тамсанып отырмын, сары әсем болып тұр ғой дала, күз болып жатыр, жапырақтар жайрап бүйтіп түсіп жатыр. Сөйтемін да сөйтіп ойланып отырып қарасам, ана жерде 4 кісі отыр екен. Менің ойымша ол ана жапырақтарды сыпырып жүрген кісілер сияқты, менің болжамым бойынша. 4-еу отыр. Сосын бір кісі келді да, бір кісі келді да, қолында коласы бар, сөйтеді да бәріне құйып береді ғой жаңағы коланы. Сөйтеді да өзіне құйып, соңында өзі ішеді. Сол кезде мен түсіндім, мысалы ол адам таңдауына болатын еді, жалғыз өзі ғана ішіп отырса деген сияқты, эгоизмін қосып. Бірақ сен андай все-таки бір эгоизм қосқан кезінде ішінде андай жайлық сезім болмайды сенде. Все-таки бір нәрсе түртіп тұрады, андай бір өзің жақсы стараннан нұрай, андай поделись деген сияқты тартып тұрады ғой ойыңның бір шетін. Сол сияқты. Сонда бақыт деген бұл жақсы қасиеттерден ләззат алып өмір сүру деген итогқа келдім. Ол жақсы қасиеттер дегенде сен пайдалы бола алатын және өзің де пайда ала алатындай қасиеттер деп ойлаймын. Сол арқылы бақытты боламыз біз. Иә. Жақсы, не айтып кеттіңіз? Ремарк айтып кеттіңіз. Рахмет. Сіздің жаңағы тыныштық туралы ойыңызды жалғайсыз ғой. Иә. Сіз сол тыныштықты жоғалтып қоятын сәттер бола ма? Неден болуы мүмкін ол? Ондай сәттерде болады. Ол кезде мен барынша жалғыз қалып отырсам, анализ жасауға өзімен өзім. Өйткені әр адамда бір темная сторона болады ғой, ішінде көрсетпейтін. Ол темная сторона сол кезде шығады, тыныштық таппаған кезде шығады уже. Сол сәтте бір адамға зияны тиіп кетуі мүмкін, қатты сөйлеп жіберуі мүмкін, көңіліне тиіп кетуі мүмкін. Сол үшін бірінші анализ жасап, өзіме итог қабылдаймын. Содан кейін барып, сол тыныштықпен қайтарып аламын, сол тыныштық, сосын солай ары қарай өмір сүремін. Мен өзіме анализді қатты жасайтын адаммын, білмеймін ол пайдалы ма, зиян ба. Өткенде бір видео көріп қалдым, анализбен өмір сүретін адамдар ешқашан шынайы өмір сүрмейді дейді да. Өйткені олар өмір бойы анализ жасап өтеді. Мысалы, былай адам отырса, оны адам ретінде қабылдамайды, оның қасиеттерін бүйтіп талдайды, миынша бүйтіп қайсысы дұрыс, қайсысы қате, мен қайсысын ала аламын, қайсысын бере аламын деген сияқты. Миды талдап өмір сүреді, ол дұрыс емес дейді да. Мен солай істеймін. Шынайы өмір сүрмейді дейді ма? Иә. Мысалы, менде қазір өзіме өзім анализ жасап отырмын да. Отырмын ғой, мен сізді естіп отырмын, жанын арт жақта бәрібір де анализ кетіп отыр. Бағана 1-2 сәттер болды, мен өз ойымды дұрыс айта алмай қалдым. Бір сөзді қайталай бердім да, соны ойлап отыр қалдым. Дұрыс сөйлей алмай қалдым ғой мен деген сияқты. Неге? Сосын кейін сұрақтар қызық, я мен сізбен сөйлесіп отырмын, и өзімде ішкі диалогта отырмын да. Неге мен бұл лекцияны тыңдап тұрып, беріліп тұрып айта алған жоқпын? Неге мен телефонға қарай беремін? Деген сияқты. Сұрағымның жауабын да тапқан сияқтымын, өйткені мен бұл сабақты әлі толық жетік меңгеріп болмағандықтан, мен бұл нәрсені толық ойланып қорытпағандықтан, паузалар ұзағырақ болуы мүмкін менде. Деген сияқты анализдер кетіп жатыр да қазірдің өзінде. Неге мына лектор Роберт Сапольский бұл нәрселерді сондай жақсы қылып айтты, неге мен өйтіп айта алмадым деген нәрселер одновременно қызық. Егер сіздің өзіңіздің өміріңізге бұл анализ жасау зиянын келтірмесе, меніңше қатты оған қарсы шығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мысалы, анализ жасамасам, анализ жасамайтын тұмар емес та. Өз болмысыңнан қашу деген сияқты болғаны, бұл анализсіз тұмар, иә. Тұмарды осы анализ жасау, әрбір шүгесіне істің қарап жүретін, бақылап жүретін. Мысалы, меніңше, сіз шынайы өмір сүресіз. Маған солай көрінеді, мысалы.
дайындалмадыңыз, бірақ бәрібір де айттыңыз, иә, давайте түсіріп тастайық дедіңіз. Ешқандай қорқыныш жоқ, уақытын кешіктірген жоқсыз. Давайте 11 демедіңіз, мысалы, иә. 10 дедік па, 10 бола берсін. Қалай бар? Солай. Келдіңіз, болды. И что, мысалы, иә. Естімедіңіз, и что? Мен айтып бере салдым ғой. Менде мысалы ойлар болды. Мен тыңдадым, мен оқып шықтым. Бірақ до конца дайын емес сияқтымын деген сияқты. Бірақ бәрібір де мен де келдім.